Әлемдегі ең оңай мамандық ол ұстаздық. Алдында оқушылар дайын, баға деген қаруын қолында, не айтсан оқушы соны орындайды. Кітаптан оқып, түсінгенді айтып бере саласың, сабағынды беріп, үйіне барып жеке шаруанды жасай бересің. Тіпті кейбір күндері мектепке барудың да керегі жоқ. Сабағын болмаса несін келесің? Онымен қоса жазда 3 айлық демалысқа шығатынын қайтесің. Ұстаздық таңдағаным дұрыс болды-ау. Әрине, айтылған сындар Абайша айтқанда: өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлді деп ат қойыпты өңкей білмес демекші, ұстаздық туралы дым білместердің сөзі. Әрине, ұстаздың жанын ұстаздан артық кім білсін? Қандай білсін ұстаздың түн ұйқысын 4 бөліп, оқушыларының жасаған жұмыстарын тексеріп, өз баласына уақыт бөле алмайтынын. Ұстаз шам секілді жарық беріп, өзі таусылатынын қайдан білсін? Сабақ түсінуде қиналып жатқан Маратқа бөлек көңіл аударатынын, отбасылық проблемасы бар Еркебұланды ойлап мазаланатынын, оқу құралдарын ала алмай жүрген оқушыларға өзі жағдай жасайтынын қайдан білсін? Ұстаздарды қайта дүнияға келсе, қайта ұстаздықты таңдайтынын, айлығының жартысына кітап сатып алатынын. Ұстаздық ұлы іс, басқаның уақытын аялау, өзінің уақытын аямау. Осынша қасиетті мамандық үшін еш жерге түспесем, мұғалім боламын деген ой ұстазға деген сенімді қалай жоғалтты? Сонымен ұлы Абай шәкіртсіз ұстаз тұл деу арқылы ұстаздық пен шәкірт ұғымын айқындап бер демес пе? Бүгінгі мектеп оқушылары үшін ұстаз ең маңызды тұлға. Өйткені қазіргі ата-аналар отбасын асырау үшін жанталасуда. Сол үшін де қанша ұстаздар төңірегінде әңгіме айтылса да, айналып келіп ұстаздан үлкен үміт күтеді. Оның рөлінің маңыздығы сондай: сүйікті мұғалімі түсіндірсе, қызықсыз материалдың өзін тез әрі жақсы меңгеріп алады екен. Ал кейбір балалар болашақтағы мамандығын өзі үлгі тұтатын ұстазына қарап та таңдап жатады. Бұл жай ғана сәйкестік емес. Сондықтан ұстаз шәкіртке мотивацияны қалай береді деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Алдымен мына бір ғибратты әңгімеге назар салайық. 1000 алтынға бағаланған тас. Бірде-бір ұстаздың алдынан қарапайым адам келіп, еш нәрсеге пайдасы жоқ, ұсақ тиекті, түсініксіз білім үйрететінін айтып, айып таға бастайды. Жай ғана күлімсіреген ұстаз сандықшадан аса бағалы тасталып шығады. Сонан кейін базардағы ұсақ саудагерлерді нұсқайды да бұлай дейді: мынаны күміс сатушыларға алып бара ғой, 100 алтын тиынға саталар мекенсің? Әлгі адам барлық саудагерлерге жүгінеді, алайда ешбірі де 100 күміс тиыннан артық ұсынбаған. Жауабын естігеннен кейін данышпан тағы да күлімсіреп: жөн екен, енді нағыз зергерге барып, бұл тасты қаншаға бағалайтынын бақылап көр дейді. Айыптаушы алып ұшып зергерге келеді және асыл тас үшін 10.000 алтын тиын ұсынғанына қатты таңырқайды. Онысын ғұламаға айтқанда: сен менің берген білімімнің табиғатын мына аса бағалы тасты күміс саудагерлер бағалағандай түсіндің. Егер тастың шынайы бағасын, қасиетін білгің келсе, зергер бол деген жауапты естиді. Иә, сіз дұрыс түсіндіңіз. Әр мамандықтың өзгелер білмейтін қыры мен сыры бар. Оны тек сол саланың ыстығы мен суығына төзіп, талай жыл еңбек еткен білікті маман ғана жақсы біледі. Сол себепті біз көп шәкірттің жүрек түкпірінен орын алған әрбірі үлкен өмірге жолдама алып, білім мен тәрбие алған талантты ұстаздарды дәріптеуді жөн көрдік. Тағылым берер ұстаздық жолдың ұлағатын сездірер алтын көмбе, ой орамдары кез келген ұстазды бей-жай қалдырмасы анық. Осы әңгімені айта отырып, мемлекеттің ұстаз мәртебесін көтеріп, ұстаздарға жағдай жасап жатқанына қуаныштымыз. Қайта өз деңгейіне оралған адамзаттың мамандығы ұстаздықты баршаңызды насихаттаймыз. Әлемдегі ең ұлы мамандық ұстаздық. Шахтер да, ғалым да, барлық мамандық иесі ұстаздың алдынан дәріс алады. Адам бар жерде, өмір бар жерде, ұстазсыз, білім ошағысыз болмайды. Ұстаз өзінің уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау. Сөзімді мектебімізде 60 жыл бұрын өткізген ардагер ұстаз Ләззат Байышқызының сөзімен аяқтағым келеді. Шәкіртінің жылы жүрегіне, ыстық ықыласына бөлену ұстаздың ең бірінші бақыты.